Былтырғы жылы бізде бір 50% шықпай қалды. Үйде бір бала болған себепті осы ауылға келейін деп шештім әке-шешем қолына. Менің аты жөнім Қалшабекұлы Ғажап. Мен Түркістан облысы Төле би ауданы Көксай елді мекенінде тұрамын. Мен жасым 28-де. Алматы қаласына 2014 жылы Алматы технологиялық университетіне технолог мамандығы бойынша түсіп, 2018 жылы бітіріп шықтым. Алматыда да қалып, сол жақта жұмыс жасап қалуға болатын еді, бірақ үйде бір бала болған себепті осы ауылға келейін деп шештім әке-шешем қолына. Ауылға келгеннен кейін әрине көптеген қиындықтар болды. Жұмыссыздық қиындықтары, ақшаның жетіспеушілігі. Солай жүрген кезде мемлекеттік бағдарламалар жайлы естідім. Қайтарымсыз грант беріліп жатыр деген. Сол қайтарымсыз грантқа құжаттар тапсырып, 505 мың теңге көлемінде грант ұтып алып, осыған ара сатып алып бастадық. Себебі әкем колхоз, совхоздың кезінде ара баққан, кішкене тәжірибесімен бөлісетін шығар деген оймен. 2019 жылдары бастап, содан бері ара шаруашылығымен айналысып келе жатырмыз. 25 отбасы арасымен бастадық. Қазір 100-ге жетті саны. Бірақ бір мәселе бар. Ол 100-ге жеткенімен жұмыс істейтін отбасы бола ма, жұмыс істемейтін отбасы бола ма, нектар әкелетін, әкелмейтін болады ма, ол қараушыға байланысты. Күздің соңы мен көктемнің басына дейін суық аралықтарда, сол уақыттарда ғана бұлар ұяда жатады, демалады. Бастысы бізге бұлардың жағдайын жасау үшін сол қыста тамағын тоқ қылу керек. Күзде, көктемде, қыста ауыратын аурулар бар. Сол ауруларына жақсылап дәрілерін беруіміз керек. Сосын бұлардың да иммунитеті бар, тіршілік болғаннан кейін. Иммунитеттерін постоянно көтеріп отыруымыз керек. Араның жаратылысы қанша дегенмен жәндікке жақын болғаннан кейін қыстан шығуы сәл қиындау болады. Былтырғы жылы бізде бір 50% шықпай қалды. Өзі тапқан қаражатты қайтып минусқа қарап сап жүреміз. Солай кішкене дамуымыз кештеу болып жатқан болуы да мүмкін. Мысалға шетелде ондай емес. Шетелде мемлекет дәрілеріне дейін әпереді деп естиміз. Жалпы Қазақстанда ара шаруашылығының болашағы жақсы деп ойлаймын. Себебі Қазақстан жері кең, өсімдіктер көп. Сол себепті ара шаруашылығы жақсы дамиды деген сенімдемін әлде де.